Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Lesson 7, 8-ші сабағын өтетін боламыз. Exercise 1. Look, read and write, then match. Look, қара, read, оқы, және жаз дейді. Кейін, then, сәйкестендір дейді. Бірінші мысалда көрсетілген. Take out your book. Я, кітабыңды ал дейді. Мына жерде қараймыз. Қай сурет сәйкес келіп тұр? B, кітабын алып жатыр. Яғни мұнда B-ді жазамыз. Енді қараймыз. Second. Open your, open деген ашу, your деген сенің. Мынау не? Сумка, я? Сумкаңды аш деп тұр, я? Мына жерге сумканы қалай айтамыз біз ағылшынша? Ағылшынша біз сумканы school bag дейміз, я? School bag. Енді суретте қараймыз. Сумка қай суретте ашып жатыр сумканы? И-ді мұнда жазамыз. Үшіншісі. Put your hand. Қолыңды көтер дейді, я? Hand. Қол. Hand дегенді мына жерге жазамыз. Қол дегенді. Put your hand. Қараймыз. Суретте қолын кім көтеріп жатыр? D, я? D вариантын мұнда белгілейміз. Төртінші. Close your. Не мынау? Кітап, я? Кітабыңды жап дейді. Кітапты қалай айтамыз? Біз ағылшынша book деп айтамыз. Close your book. Мұнда қараймыз. Суретте close your book. C варианты, яғни. Бесіншісі. Point to there. Мынау не бізде? Есік. Есікті ағылшынша біз қалай айтамыз? Есікті door дейміз, я? Point to the door, я? Есікке қарай нұсқау. Енді біз қараймыз, қай варианты болып тұр? A варианты болып тұр, я? A варианты болып тұр. Екінші, exercise to complete the sentence. The number use down, be, stand. Сөйлемді жалғастыр, кейін номерлерін қойып, мына сөздерді қолдан дейді. Down деген бізде төмен деген, be деген болу, stand деген тұру, я? Енді мағынасына қарай қойып шығамыз. Exercise 2. Put your hand. Put your hand. Қолыңды көтер дейді. Up. Жоғарға көтер деп тұр, я? Енді екіншісінде. Up, please дейді. Мына сөздердің қайсысын қоямыз? Суретке қараймыз. Put your hand. Мына. Қолын көтерді. Я? Up. Жоғарға. Мына жерге C-ға біз бірді қоямыз. Енді екіншісінде. Up, please дейді. Stand up. Мына. Up. Жоғары. Stand up. Жерге stand деп жазамыз. Тұру, stand деген, я? Stand up, please дейді. Онда біз D-ға 2 деп жазамыз. Үшіншісі. Sit down. Төмен отыр дейді. Sit down. Sit down. Үшіншіміз отыр деген бізде B болады, я? Мына жерге 3 деп жазамыз, яғни. Be quiet. Be quiet. Be quiet'ымыз бізде